Алдымызда көктем мейрамы келе жатыр. Соған орай ұлттық жентімізді шоколадпен бірге әсемдеп ұсынсақ болады. Олай болса бірге жасап көрейік. Мына жерде 250 грамм талқан кәдімгі дүкенде сатылады. Оның үстіне 3 ас қасық сгушенка. Бұның үстіне ерітілген 100 граммдай сары май, сливичный масло. Екеуін жақсылап тұрып қасықпен араластырып, кейін қолмен араластырасыздар. Одан соң кез келген силиконовый ыдысқа салсаңыздар болады. Менде мінекей Мадлендікі бар еді, соған салып жатырмын. Салып болғаннан кейін осыны шамамен бір 15 минутқа тоңазытқышқа қатыруға жібереміз. Мінекей осылай бүкіл жеріне салып шықтым. Тоңазытқыштан шыққаннан соң осылай алатын боламыз. Мінекей осындай форма береді. Енді осылаған шоколад қолданасыздар өз қалауларыңыз бойынша. Мен қара шоколад, Қазақстан шоколадынан, клубника дәмінен және молочный дәмінен салдым. Сөйтіп астына төсеп, ерітілген шоколадымды жағып, қасықтың көмегімен осылай жағып, алдымен осылай салып аламыз, одан соң жағамыз. Енді бұл жерде өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Осылай жап шыққаннан кейін барып қана қасықпен жағатын боламыз. Бүкіл жеріне тиетіндей қылып осылай. Жағып болғаннан кейін жаңағы қатырылған жентімізді осы шоколадтың үстіне салып шығамыз қайтадан. Салып шыққаннан кейін қайтадан шамамен бір 10 минутқа, 15 минутқа тоңазытқышқа қатыруға жіберетін боламыз. Мінекей тоңазытқыштан шықты, оңай шешіледі. Сонымен әртүрлі түстегі мендегі шоколадты жентіміз дайын. Ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Әлден Гаухар. Қазақ тіліндегі YouTube каналымды қолдап, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта талай рецептер шығатын болады. Менен рецепттер күтіңіздер. Келесі кездескенше аман есендікте болайық. Сіздермен бірге болған әдеттегідей мен Әлден Гаухар.